Сәлем достар, сіздер Агро каналындасыздар. Бүгін өздеріңіз көптен күткен видео. Бұқа бордақылауымыздың 5-ші бөлімі. Бұқаларымызға қалай жем шөп беріп жатырмыз, соны сіздерге көрсететін боламын. Достар, видео басталмас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық. Сіздермен Агро каналы. Ал біз видеомызды бастаймыз. Өздеріңіз көрсеңіздер, мынау бізде Герифорд тұқымдас бұқа. Алдыңғы видеолардан бері танылған. Ең алғаш осы бұқадан бастағанбыз бордақымызда биылғы. Бұл бізде 1 айлық бордақыда тұр. Қазіргі таңда міне нәтижесі осындай. Өздеріңіз көрсеңіздер, нәтижесі өте сәтті деп ойлаймын. Міне кеткен көрсеңіздер, осындай. Мына жақта 5 бас бордақы қостық. Барлығы да осы 1,5 жасар, 2 жасар, 3 жасар арасындағы малдар. Біз бұлардың бүгінгі видеода жем шөбін, суын, асты қалай тұр, ақырдың мөлшері барлығын айтатын боламын сіздерге. Ең алдымен мен шөптен бастайын. Қазір сіздерге беріп жатқан шөпті көрсетейін. Ең алдымен бізде бұлар жоңышқа шөбін жеп тұр осындай міне. Бұл бізде 2-ші шабындықтың жоңышқасы, жұмсақ. Экспарсет шөбі. Экспарсет шөбін беру себебіміз, бұл шөп бізде кішкене шірін кіресе де, басқа болса да жей береді. Ал жия шөбін берсеңіздер, жия шөбі кішкене жаңбырға, суға қалып қалса, оны келесіде жемейтін болады. Немесе жесе де малдың асқазаны ауырып, ертеңгі күні бұл бордақыда қозғалмай тұрған мал осы жия шөбінен ауырып қалып, ертеңгі күні сіздерге әртүрлі мәселелер алып келуі мүмкін. Сол себепті неғұрлым осы экспарсет шөбін беруге тырысыңыздар. Бір жағынан сағырғамай, чірік болса да малдың асқазанын ауыртпай 100% желініп кетеді. Экспарсет шөбі бізде буланып, силос секілді болып, бықсып, малдың асқазанын құртатын болады. Қазір сіздерге тағы да жем шөптерін көрсетейін. Тағы қандай шөптер беріп жатырмыз. Бізде әрбір мал құр шөппен тұрғаннан семірмейді. Оған ұн секілді бір қоспа керек. Сол себепті осындайынан бидай беріп жатырмыз біз. Мынау бізде тартылған бидай. Өзіміздің неге дровилкаға тартқанбыз. Келесі видеода дровилкаға обзор түсіретін боламын. Қолдан жасалған дровилка. Осындай сақ етіп, ұн секілді етіп тартады. Неғұрлым сақ етіп тартыңыздар, сонда артынан түс қалмайды. 100% сенімді болады. Сеткісі ұсақ болған сайын жақсы. Осындай 2 килограммдық шашкі бар ғой, мөлшері. 1 литрлық, 1,5-2 литрлық шашкі. Шөміш дейді ғой. Соны мөлшерімен осындай толтырып береміз. Күніне 1-2 уақыт, күндіз 1 уақыт, кешке 1 уақыт. Бірақ бұны құр өзін ғана бермейміз. Сіздерге бір нәрсе көрсетем. Комментарийде жаза кетіңіздер. Паузаға қойып, мынау не деп ойлайсыздар? Көптеген адамдар бұрынғы ферма кезінде істегендер осыны білуі мүмкін. Бұл бізде өздеріңіз білетіндей жом деп аталады. Қазір білмейтін кісілерге түсіндіре кетейін, жом деген не екенін. Жом деген бізде бұл қант қызылшасы бар ғой, қант жасайтын. Соның қалдығы дейді ғой, сыртқы қабығы, согын алып алғаннан кейін осындай отход дейді ғой, солысы. Картошка секілді жей береді, тәтті болады бұл жом. Жомның бірақ кішкене иісі болады, өзінің шіріген секілді. Мынау бізде беткі қабаты байқасаңыздар, кішкене шіріген. Бұл жерді бермейміз, себебі ол малдың асқазанын құртады, асты жағынан қазып береміз. Ал бетін былай бөлек алып салып отырамыз. Осы жомды әрқайсына бір шашкеден, ақ шашкеден толтырып, үстіне жаңағындай 1 шашкі, 2 литрлық шашкімен жем салып, сонымен араластырып 2 уақыт беріп жатырмыз. Осындай шашкіні толтырып, үстіне 2 килограмм жем салып, сонымен араластырып, бидаймен араластырып, осы жомымызды беріп жатырмыз. Жом бізде өзіміздің Ақсуқант қызылша заводынан алып келінген. Жомның бағасы тоннасы 500 теңгеден алдық. Қазір сондай баға болып тұр екен. Жом алып алсаңыздар, бордаққа бізге жақсы. Бірақ буаз малға бермесеңіздер, тіпті жақсы болады. Себебі буаз малға жом берсеңіздер, бұзау тастап кету қаупі бар. Көбінесе осындай қысыр бордақ малдарға жом берсеңіздер,
малды тез көтереді, себебі бір жағынан ол тәтті болғандықтан, тәттіде калория көп болғандықтан мал тез семіреді. Екінші жағынан жомнан картошка, асқабақ секілді емес, қайтып қалмайды, жей береді. Солайынан жом беріп бордақылап жатырмыз. Жомға бидай араластырасыздар. 2 килограмм бидайға осындай толы бір шашкеге бетімен бет толтырып, осындай мөлшерімен үстіне бір шашка жем салып араластырып беретін боламыз. Келесі бізде суына келетін болсақ, қазіргі таңда аз бас мал бордақ тұрғандықтан суды шелекпен береміз. Түскі сағат 12-лерде су берсеңіздер, түскі уақытта 12-1-лерде жақсы ішеді. 2 уақыт бермей ақ қойыңыздар, себебі астына сиіп тастайды. Күніне 1 уақыт берсеңіздер, келесі күні ішпесе, келесі күні жақсы ішетін болады. Шөлдегі соң өзіне ішеді. Мынау бізде бірінші күні бордақта тұрғандықтан әлі дұрыс шөп жемей тұр. Сол себепті енді үйрене бастайды. Кішкене ашыққаннан кейін өздерінен өздері шөп жем сұрап жей бастайды. Мынау бізде таңертең салынған жоңышқа әлі тауысқан жоқ. Енді осын тауысқанша алдында салынып тұратын болады. Ертең таңертеңгісін қалғанын алып, орнына жаңа жоңышқа ауыстырамыз. Малдың астына келетін болсақ, астын 2 уақыт тазалаймыз. Таңертеңгісін және кешкі уақытта, сағат кешкі 5-терде бір қырып тазалап тастаймыз, тырмалап астының барлығын. Күніне 2 арбадай шығады. Астын тазалап болғаннан кейін астына осындай қойдың қордасын білсеңіздер, сол қойдың қордасын көктем уақытында, жаз уақытында кебу кезінде алып келіп жинап қойғанбыз. Соны астыларына себеміз каждыйының. Сонда асты сыз болмайды, себебі ұзақ бордақыда тұрған малдың асты осындай болып кетеді, мені байқасаңыздар. Осыған кешкісін 1 уақыт, күндіз 1 уақыт сеуіп отырамыз жататын уақыттарына. Сонда мал астынан жүдейді демекші, малдың астын жылы ұстасаңыздар, көп уақыт бордақыда тұратын мал ауырмай, жақсы бордақланатын болады. Бізде қазір таңда байқасаңыздар, видео барысында бұқамыз қышынып жатыр, үстін қасып. Бұған біз екпеге көмізген. Арна екпеге біз экамектин дәрісін алып келдім мен, осыған еккенге. Себебі экамектинді біз бұлшық етке саламыз. Бұқа мысалы асау болса, санға, бұлшық етке, тері подкожына салмай-ақ сала берсеңіздер, ол сіздердің денсаулықтарыңызға да теу жүйелеріне қауіпке алып келмейді. Сондай бордаққа кірген күні бірден малды егіп саңыздар, экамектин немесе ивермек, ивен секілді әртүрлі дәрілер бар. Қышыма биттің дәрісін ексеңіздер, жақсы болады. Және де тез семірткісі келетін кісілерге мен арнайы бір антибиотиктерді айтпаймын, жаман, себебі бізде 100% табиғи бордақылау. Ең жақсы бордаққа көмектесетін бізде витамин С дәрісі. Аптекалардан витамин С-ны сұрап, соны салсаңыздар, малдарыңыз кішкене жақсы семіретін болады, кішкене иммунитеті көтеріліп, тағамды жеу аппетитін ашады, былайша айтқанда тәбеті ашылады, малдың шөп жейтін. Сол витамин С-ны берсеңіздер, болады. Достар, осындай бұқаларды бордақылап жатырмыз. Бұқа мен сиыр аралас бордақы. Көптеген көрермендер сұрап жатыр. Қанша жастан бастап бордаққа кірген дұрыс? Тіпті бордақыны ерте бастағыларыңыз келсе, осындай бұзау тайыншадан да бастап бордақылай берсеңіздер болады. Бұл бұзау тайыншаны, ал бізде мысалы 10 айлық бұзау тайынша, бұны бір 5-6 ай ұстасаңыздар, 1,5 жасар бұқа болып шыға келеді. Сонда сіздерге қораларыңыздан бұзау болып кірген мал бұқа болып шығады, былайша айтқанда. Бірақ бұларды көп байлайсыздар, 5-6 ай. Ал мынандай бұқаны мысалы 1 ай байладық, нәтижесі көзге көрініп тұр мені. Мыналар бізде 2 күн тұрғандар бордақыда. Бұларды да келесі видеода тағы бір түсіретін боламын. Осылайынан жоммен, жеммен, бидаймен, жоңышқамен бордақылап жатырмыз. Сіздермен болған Агро каналы. Қазір кеш уақыты болғандықтан мал жөндеу керек болып тұр. Сол себепті видеомыз осымен тоқтайды. Келесі видеода кездескенше, видео ұнаса достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымыздың дамуын қолдап отырайық.